Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Жансая. Менің арнама тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Достар, мен сіздерге бүгін мускатный орех туралы айтатын боламын. Қыс мезгілінде тұмаумен ауыратындардың саны көбейеді. Әсіресе ауа райы күрт суытып, артынша жылынған кезде вирустың өршитіні анық. Сондықтан да ағзаны осындай мезгілдерге дайындаған дұрыс. Иммунитетті нығайтып, кез келген вирусқа қарсы тұра алатындай етуге болады. Ерте заманда дәрі-дәрмектің орнына ауруды алдын ала мақсатында өсімдіктер мен дәмдеуіштерді пайдаланған екен. Емдік қасиеті бар шөптерді тағамға қосу арқылы ағзаны нығайтып, жұқпалы аурулардың алдын алған. Бұл дәмдеуіштер антиоксиданттар мен дәрумендерге бай. Шал, фей, сәлбен, қарапайым сәлбен А, Е, ПП тобындағы дәрумендерге омега-6 майлы қышқылына калий, магний, темір, мырыш сынды микроэлементтерге бай өсімдіктердің бірі. Сонымен қатар сәлбеннің эфир майларында алуға болады. Сәлбенді қызыл иек қабынғанда, тамақ ауырғанда емдік шөп ретінде пайдаланған. Оның мұндай пайдалы әсерлерін ғалымдар зерттеп дәлелдеп қойған. Мамандар сәлбеннің балғын түрін пайдалануға кеңес береді. Оның кептірілгенін тағамдарға дәмдеуіш ретінде қоссаңыз, дегенмен балғын сәлбеннің бойындағы майлар оның емдік қасиетін арттыратынын ұмытпау керек. Сәлбен ең керемет хош иістендіргіш болумен қатар, суықтап аурудың алдын ала жақсы көмекші. Осындай ерекше өсімдікті тағамдарға қосуға және шай орнына дәмдеп ішуге болады. Мускатный орех жұпар жаңғағы бактерияға қарсы күресе алатын бірден-бір өсімдіктердің бірі. Сонымен қатар жұпар жаңғағын сұйық тиюдің алдын ала үшін пайдаланса жақсы нәтиже береді. Кей жағдайларда бұл жаңғақты ішек аурулары кезінде жеуге де кеңес береді. Жұпар жаңғағының пайдалы әсерін алу үшін оны сүтке немесе кофеге қосқан дұрыс. Жаңғақтың кішкентай бөлігін сорпаға немесе рагу тағамына қосып дәмін кіргізіп, әдемі иісін де сезесіз. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.